Бұл серияда Маха өзінің жекпе-жекке дайындалып жүргенін көрсеткісі келуінен басталады. Барып Дастанды оятып алып дайындалайық деп айтуы жай ғана камера үшін екені білініп тұрды. Екеуінің октагонға кіріп 10 минут сөйлескенін, Маханың төбелеске дайындығы деп көрсету ол Махада ешқандай дайындық болмағандығын көрсетеді. Дастанда дәл жекпе-жек болатынын күні Маханы Майк Тайсон келіп дайындаса да нәтиже шықпайтынын біліп тұрды. Сондықтан да 10 минут өтірік әңгіме айтып тұрып, таңғы асты сылтауратып тайып тұрды. Ал қызылдар Маханың камераға ойнағанын біліп, олар да камераға шапалақ ұрудан дайындалып, мазақ қылды. Олардың сенімділіктері көздерінде тұрды. Олардың бұл жекпе-жекті уайымдамаған себебі Фарухтың күшіне сенгендіктен емес, Маханы жақсы білгендіктен еді. Ал жекпе-жекке келетін болсақ, Маха тағы да жеңілді, әрине оның жеңілісі бәрімізге айқын болған еді. Жекпе-жектен кейінгі конференциядағы Абылайдың ренішін түсінуге болады. Мысалы, реалитиде көктер жеңсе 50 мыңды барлығы тең бөлісіп алады. Бірақ 50 мың үшін біреу қара терге түсіп жаттығу жасайды. Қан шықса да қайтпай төбелеседі. Ал екінші біреу жаттығуда жасамай өз қызығымен жүреді. Жекпе-жекке шықса екі соққыдан кейін жата қалып тұрмай қоя салады. Бұндай әділетсіздікті Абылай сезіп отыр. Бұл жерде оның реніші орынды. Маха тағы қандай сылтау айтса да қабылданбайды. Маха Абылаймен таласып сенің ренжитін жөнің емес, маған қай көмектескеніңді міндет етіп отырсың деп тұр. Командалық сайыс болып жатқанын ұмытып кеткен сияқты. Маха өзінің жеңілісі арқылы көк команданың әрбірінің алдында ұялуы керек. Және конференцияда оны Ақтілек ақтап алуға тырысуда. Ол енді Ақтілектің жаны ашыған түрі болар. Бірақ Ақтілектің сөйлеп отырған диваны қызылдардың диваны, Ақтілектің командасы 3-0 есебімен ұтып келе жатыр. Сондықтан Ақтілек өзін Маханың орнына емес Абылайдың орнына қойып көрсе мүмкін басқа пікір айтар ма еді. Махаға батырлық мінез жетіспейді, соққы алудан қорқады. Әр жекпе-жегіне жеңіс үшін емес, тек төленетін ақша үшін шығатындығы көрініп тұрады. Бұл қылығын өзі қанша ақтаса да, Маханың әрекеті махаббат үшін емес, ақша үшін қасына еретін қыздың қылығын еске түсіреді. Ұятқа қал, намысты ұмыт, бірақ ақша таптым, мен өзімді солай асыраймын. Бұл үшін мен ұялмаймын деген сөзді мен басқа жерден естіген едім. Ал алды артын ойлап бас қатырып жатпайтын Дарабоз ешкімді айып жатқан жоқ. Маха сен өтірік құлап жата салдың деп былш еткізді. Дарабоз көргенін айтып тұр, ол алдамайды. Біз біріне бірі ақыл айтқандарға емес, Дарабозға сенеміз. Және конференцияда тағы да Абылайды минуткаға шақырады, және Абылай тағы да шығудан бас тартады. Абылайдың сөзінше оның дайындап жүрген ұру тәсілдері бар, және оны Тикошпен жекпе-жекте ғана көрсеткісі келеді. Бұл негізі сылтау сияқты, өйткені Абылай өзін проф бойтпын деп таныстырады. Проф бойт болғаннан кейін ол 1 минутта құпия тәсілдерін көрсетпей ақ алып шығуына болар еді. Меніңше Абылайдың минуткадан қашуының артында өзіне сенімсіздік жатыр. Ол өзінің әлсіз екенін көрсетіп қойғысы келмейді. Және мейірбек өткен сериядағы Дарабозбен минуткадан соң ұйықтап қалып, жарақатын сылтауратып жекпе-жекке шығудан бас тартыпты. Ол негізі видеодан көріп, Дарабоз онша төбелесе алмайды деп ойлап жүрді. Және өмірде Дарабоздың ауыр соққыларын сезінгеннен кейін өзінің шамасын түсінген сияқты. Меніңше мейірбек енді реалитиға келмейді. Келіп жатқан күннің өзінде енді Дарабозды емес басқа қарсыласты сұрайды. Бірақ қызылдарда оның салмағында Мапоқ қана қалды. Мапақпен ол тіпті шыққысы келмейтіні анық, сондықтан мейірбек өзіне оңай қарсылас табылғанша рухқа шықпайды. Бүгінге осы, құрметті көрермен, осылай әр серияны талқылауымыздан қалып қойғыңыз келмесе каналға жазылыңыз, алда әлі талай қызықтар бар.